Ұл бала, мен эмоциональный ойнап кете беремін, менде выгорание болып кетеді, менде апатия болып кетеді, менде депрессия болып кетеді. Бірақ қалай мен өмір сүрем дейді да? Ничего страшного. Сен депрессия болып жүріп те жұмыс жасай аласың ғой, сен де апатия болса да сен жұмыс жасай аласың, сен көңіл күйің жоқ болса да сен жұмыс жасай аласың. Мысалы, менде осы 2025 жылы примерно 2 ай мен ешнәрсе жасамай жатып қалдым. Ешнәрсе жасамай жатып қалған күннің өзінде де мен өзімді қолға алып жұмыс жасадым. Не только контент, жалпы жұмыс жасадым. Мен ауырсам да қозғалыста боламын. Мен көңіл күйім жоқ болса да қозғалыста боламын. Мен көңіл күйім бар болса да қозғалыста боламын. Сенің эмоцияң, сенің халің, сенің өміріңе қатты әсерін тигізбеу керек. Дұрыс реагировать етіп үйрену қажет. Сол кезде сенде стабильность болады. Так вот, инсайт сіздерге. Осындай әдемі жерде отырып сіздерге самооценка туралы айтқым келіп тұр. Көпшілік адам ойлайды, самооценка дегеніміз ол тәкаппарлық. Өзіме сенімді болсам, мен адамдарды менсінбей кетем ғой. Өзіме сенімді болсам, менің көрген мінезім жоғалып кетеді ғой дейді. Өзін мусор секілді көріп, барлығына удобная болып жүре береді. На самом деле ол сенімділік тәкаппарлық емес. Сенімділік, өзіңе деген сенімділік, ол бір іштегі сенің опораң, іштегі сенің қорғаның, іштегі бір сен ұстап тұратын фундаментің болып табылады. Себебі сен өзіңе сенімді болған кезде, сен именно саған сенетін және сен оған сенетін адамдарды тартасың. Сен өзіңе сенімді болған кезде өзіңді сыйлайсың, сен өзіңді сыйлаған кезде басқаларды да сыйлайсың. А вот именно өзіне сенімсіз қыздар өзіне сенбейді, адамдарға сенбейді, сен өзіңе сенбейтін болсаң, сен адамдарға да сенбейсің, жасап жатырған ісіңе де сенбейсің, шығарып жатырған нәтижеңе де сенбейсің, жарқын болашаққа да сенбейсің. Үнемі өзіңді сынап, мінеп жүресің, өзіңе көңілің толмаса, сенің ешкімге даже өмірге көңілің толмайды. Ал вот именно завышенная самооценкасы бар қыздар, оларда показуха, олар іште өзін критиковать етіп, іште өзін басқалармен салыстырып жүреді, сырттай басқалардан өзін жоғары ұстап, типа өзінің самооценкасы бар секілді мынандай бір резкий взглядпен защита ұстайды. Бұл да сенімділік емес. Көбінесе стервозный взглядтағы осындай деп тіке ұстайтын қыздар сенімділік, ол сенімді қыздар, самооценкасы потолок қыздар деп ойлайды ғой. На самом деле ондай қыздарды завышенная самооценка, ондай завышенная самооценкасы бар қыздар кілең өзінен әлсіз адамдармен араласады, әлсіз достармен, әлсіз подругалармен, әлсіз жігітпен, әлсіз коллегалармен араласады, өспей именно өзінен әлсіздермен жүре береді, комфортно болып. Неге бұл әңгімені айтып жатырмын? Себебі соңғы кездерде маған келетін қыздар өте көпті. О бала, мен оны қалаймын, бірақ ол мені бағаламайды дейді. Айтамын, сен неге өзін бағаламайсың деп. Мен өзімді бағаласам, мен онымен бірге болмайтын едім ғой. Мен онымен бірге болғым келеді, мен жанымды қинағым келеді. Мен білемін оның маған лайық емес екен, бірақ мен онымен бірге болғым келеді дейді. Жаным-ау, сен өзіңді сыйламасаң, сені ешкім сыйламайды. Сен өзіңді жақсы көрмесең, сені ешкім жақсы көрмейді. Кілең сені кінәлайтын, сені унижать ететін, кілең сені булить ететін адамдар жолығады. Және де өзіне сенімсіз қыздар, өзін кінәлайтын қыздар мектеп кездегі буллингтен де пайда болады. Себебі маған келген сенімсіз қыздардың примерно бір 40% мектепте буллинг көрген, мектепте үнемі өзін шұқып, нұқып отырғанды көрген қыздар осы өмірге келген кезде де это нормально деп қабылдайды да, ана қыздың жер-жебіріне жетіп жатырса да ол адамнан кетпей соған төзіп деп жүреді, тряпка болып. Жалпы сенімділіктің 3 түрі бар. Завышенная самооценка, заниженная самооценка, здоровая самооценка. Завышенная самооценка дегеніміз ол өзіне бір ессіз сенімділік. Дым жасамаса да, лучше деп жата береді. Өзі дұрыс емес жасаса да, менікі дұрыс деп шығады. Өзі бір кешіксе де, өзінікін прав қып шығарады. Былайынша айтқан кезде кішкене бір абьюзерлігі бар самооценка. Және де именно сол завышенная самооценкадағы қыздар жертва адамдарды тауып алады. Жертва, әлсіз, айналадағылардың барлығын кінәлайтын адамдарды тартып алады. Ал завышенная самооценкасы бар қыздар сол жігітті тартып алып, сол жігітті сүйреп жүреді. Айлатын сыйлығын зорға қалдырады, бөлгізетін уақытын зорға бөлгізеді. Өзі барлығын жасап, ана жігітті де тартып жүреді, сүйреп жүреді. Отбасылы өмірде де өзгереді деп ойлап, оған үйленіп алады, бірақ өмір бойы соны тартып сүйреп жүреді ғой. И то көңіл толмайды.
Екінші самооценка ол заниженная самооценка. Заниженная самооценка дегеніміз ол төмен самооценкада андай бір өзіңді жеу, өзіңді кінәлау, мен барлығынан да ұсқынсызбын, менің түрім дұрыс емес, менің дауысым дұрыс емес деп. Негізі заниженная самооценкадағы қыздар по факту өте керемет, өте ақылды, өте білімді қыздар. Бірақ олар өздерін критиковать ете береді да, менде бір нәрсе дұрыс емес, мен ұсқынсызбын, мен оған ұнамай қалдым, мен бір нәрсе дұрыс емес жасап қойдым, мен кінәлім деп өзін іште шықып нұқи береді. Және де осы заниженная самооценкадағы қыздар кілең абьюзер, кілең сталкер, кілең сондай бір манипулятор, ер адамдарды, жалпы адамдарды тартып алады. Оның өмірдегі адамдардың барлығы оны кінәлайды, оны бағаламайды, ол ақкөңіл бейшара барлығына керек екен, барлығына удобная болуға дайын екен көрсетіп жүреді, бірақ оны ешкім бағаламайды, сөйтіп өзін сорлы сезініп жүре береді. Үшінші, здоровая самооценка бар. Менің насихаттайтын самооценкам, себебі здоровая самооценкадағы адамдар, не только қыздар адамдар, олар басқалармен өзін салыстырмайды. Өзінің өткенімен салыстыру мүмкін, бірақ өткеніне қарап өзін критиковать етпейді. Өткенге өкініп, өткенге кінәлап, жылап отырмайды. Абьюзер болмайды, жертва болмайды. Осы уақытқа дейінгі болған іс-әрекеттердің барлығын қателік емес, тек қана сабақ ретінде қабылдайды. Қазіргі уақытта жылап отыра бермей, қолында бар мүмкіншіліктің барлығын қолында бар мүмкіншіліктің барлығын қолданғаннан кейін болашақта өзі қалағаннан да артық нәтиже алады. Нағыз адамдарды өзгертуге тырыспайды, адамдарды қалай бар солай қабылдайды, нағыз өзіне керек адамдар тартып алады. Себебі ол ертең өзгереді, мен өзгертіп аламын деген установканы миынан алып тастаған. Адамдарды өзгерте алмайтынын біледі, адамдармен санаспау керектігін, олармен өзін салыстырмау керектігін біледі да, осылай іштегі гармониямен өмір сүреді. Вот, сондай самооценканы сіздерге тілеймін. Мен неге дәл осы тақырыпты именно Каппадокияда айтып жатырмын? Себебі адамдардың барлығы саяхаттайды, адамдардың көбісінің саяхаттауға возможности бар. Адамдар проблема болса, шетелге ұшып кетеді. Бірақ егер сен мына ішіңде дұрыс емес болатын болса, сенде завышенная или заниженная самооценка болатын болса, сен саяхаттасаң да, сен брендтерді алсаң да бақытсыз боласың. Еш нәрсе сенің мына іштегі бақытыңды бермейді. Іштегі бақытты өзіңе деген дұрыс қарым-қатынас, өзіңе деген дұрыс сенімділік береді. Ол бізде здоровая самооценка. Сенде здоровая самооценка болатын болса, адамдармен де отношениең жақсы болады, ақшамен де отношениең жақсы болады, денсаулықпен де жақсы болады, жұмысыңмен де жақсы болады, шығарып жатырған нәтижелермен де жақсы болады. Сондықтан да қыздар, бақытты болыңдар, здоровая самооценкада болыңдар, өзіңнің завышенная немесе заниженная самооценкаңда екеніңді білсең, оны өзгерт. Оны өзгертуге болады, қатып қалған қағида жоқ, қаласаң болды. Біз Каппадокиядан кеттік, енді қыздар өздеріне сенімді болып, бақытты болып, еркін өмір сүріп жүрсіңдерші. А то әркімді ойлап, әркіммен жарысып жүргеннен өмірің өте кетеді. Өмір тым қысқа, ал мынау әлем өте кең. Мен айтпаймын барлықтарыңа саяқтандар деп. Но нені қалайсыз? Соны жасаң. Сол кезде сіз бақытты боласыз, сол кезде сіздің вибрацияңыз көтеріледі. Сіздің вибрацияңыз көтерілген кезде сізде барлық жағынан өмірдің есігі, удачаның есігі ашылады. Удачи мне!